Сәлем достар, құрметті аналар. Бүгін сіздермен балаларға арналған музыкалық дамыту ойыншықтары туралы айтатын боламыз. Яғни музыкалық әуені бар ойыншықтар нәрестенің есту қабілетін, ырғақты, әуенді және дыбыстарды қабылдау қабілетін дамытуға көмектеседі. Есту қабілеті музыкалық дамудың маңызды аспектілерінің бірі. Музыкалық ойыншықтардың көмегімен бала әртүрлі дыбыстарды және олардың сипаттамаларын ажыратуды үйренеді. Бұл оның есту қабілетін дамытуға және музыканы саналы түрде қабылдауға көмектеседі. Сонымен қатар музыкалық ойыншықтар баланың қимылдарын үйлестіруді дамытады. Көпшілік ойыншықтарда басуға арналған кнопкалары бар, немесе ұстап тұруға арналған музыкалық аспаптар да жетерлік. Бұл қол моторикасын, сондай-ақ үйлестіру мен дәлдік дағдыларын дамытуға көмектеседі. Осы орайда осындай микрофон ойыншығы туралы айтып кетуге болады. Бұл жерде әртүрлі басатын кнопкалар бар және әуендер, музыкалар бар. Аделина өзі қосып, әртүрлі музыкаларды қойып, арасында өзі бірге қосылып ән айтқандай болады. Яғни белгілі бір өзі дыбыстарды шығарады. Және кейде осы әуенге билейді. Сондай-ақ балаларға арналған қозғалмалы ойыншықтар, машинкалар бар. Осындай қозғалатын ойыншықтардың қимылын бала мұқият қадағалайды, назарын соған аударады, әдеттен тыс дыбыстар мен әуендерді тыңдауға шоғырланады. Осындай әртүрлі аспаптар мен музыкалық ойыншықтардың арқасында сіз балаңыздың есту мүшесіне, музыкалық дамуына белсенді түрде қолдау көрсете аласыз. Оның қызығушылықтары мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келетін ойыншықтарды таңдап, онымен бірге шығармашылықпен айналысып, көңілді уақыт өткізуге болады. Музыкалық ойыншықтар тыныштандыру қызметін атқарады. Жылап жатқан балалар таныс дыбысты естігенде тезірек тынышталып, көңіл күйлері көтеріледі. Ойыншықтағы музыкалық әуенді тыңдай отырып, бала босаңсып, оны есте сақтайды. Алғашқы музыкалық ассоциациялар қалыптасады. Ол бесік жырына немесе тыныш музыкаға тезірек ұйықтайды. Көптеген музыкалық ойыншықтарда осындай әуендер бар. Сондай-ақ біздің қыз да міне өз әуендерін тыңдап, әбден ойнап, шаршап, ұйқыға кетті. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Біз өте риза боламыз.